әулет құпиясы 6-7 бөлімдері. Бүгінгі эпизодта Дуганның қарындасының ұрлануы басталады. Әрине, ол ұрланған кезде осы әшкей киген Бехрамның адамы оны қинай бастайды. Тіпті қолын қайырып, әбден азаптап, және ол видеоға өз әкесін өлтіргенін айту керек екен. Алайда Мелик оған келіспейді. Ал мұнда қарындасының Синан ұрлатқанын естіген Дуган барлығынан айтып жатыр. Синан қайда? Синанды тауып беріңдер дейді. Өйткені Синан арқылы Меликті қол жеткізу. Бәрінен де Дуганның тағы да 25 жылдан кейінгі өмірі көрсетеді. Бұл 25 жыл бұрын өмірі үйден қашқан екен. Не себепті қашқаны кино ортасында кішігірім көрсетіледі. Яғни бұл қашқанның әкесін аяусыз соққыға жығып өлтіргенін біледі екен. Және жазықсыз Бехрам түрмеге түскен. Әкесі мына жерде арнайы Шагланың отбасына қайғырып көңіл айтып жатыр. Осы кезде Дуган ол алаяқ, ол алдап жатыр сендерді деп айқайлайды. Бірақ оны көбісі ести қоймайды. Тахир, яғни әкесінің адамдары оны еріксіз байлап үйіне қамап қояды екен. Ал мұнда Шагланың досы Шагла үйіне келген кезде қайда жүрсің, не қызық болып жатыр, Тахирді ағаны кім атып кетті деп сұрақ қойып жатыр. Осы кезде ешқандай сұрағына жауап бергісі келмеген Шагла: мен адвокатпын, адвокат еш уақытта өзінің клиентінің құпиясын айтпау керек дейді. Ал мұнда Шагланың жалған ағасы Бехрам жүр. Ол мына жерде ол қызды өлтіру керек, тездетіп оны мойындатыңдар, видеоға түсіріңдер, мойындатып, содан кейін ол қыздың, яғни Меликтің көзін құрту керек. Оқиға болған күні ас үйде пышақ іздеп жүргенін осы бір кездейсоқ уақытта көріп қойған қызметшінің қызы анасына айтады. Синан болса әкесінің маңызды құжаттары, яғни компанияның құжаттары немесе компанияға өзі бастық болудың құпия келісімшарт па сол нәрсені тығып кеткен екен. Қылмыс болған жерден алып, оны орап, ешкімге көрсетпей, көлігіне әкеліп тығып жатқан кезінде оны інісі Дуган көріп қояды. Десе де Дуган ол нәрсеге қызықтырмайды. Мелик қайда жібердің деп ашуланып ағасының мойнына жармаса кетеді. Ағасы болса: мен Меликті Стамбулға қашырып жібердім, тіпті оған төлқұжат жасаттым, енді Мелик келмейді дейді. Қатты ашуланады. Өйткені Меликті қатты жақсы көретін ағасы осы ғана. Ол Меликтің ешқандай қылмыс жасамағанына сенеді. Десе де үлкен ағасы бәрібір үлкен ағасына тек атақ пен абырой болса болды. Қыздың күнәсіздігінен көріп қатты аяп кеткен осы бір Бехрамның көмекшісі бұл қызға қатты ағасымен әлі де жаға жасап жатқан кезде заңды органдар, прокуратураға келеді. Содан кейін олар ештеңе білмеген секілді түр жасап, қылмыс неден болған, қашан болған әлі де зерттеп саралап жүр. Осы кезде Меликтің адвокатымын деген Шаглаға ашуланады. Десе де Шагла бәрібір адвокат екенін мойындап жүр. Ал оның Илмаз деген адвокат Шаглаға қатты көңілі бар екенін біліп тұр. Ал ауруханада күйеу бала болатын өзінің келінінің інісі Тахир мырзаны өлтіргісі келеді. Өйткені Тахир мырза өте меншіл адамдардың төбесінен қарап, тіпті бар адамдарды өзінен төмен қоятын бір тәкаппар, елге сыйлы деп айтқанмен де қорыққаннан ел сыйлайтын сондай бір мейірімсіз адам екені көрінеді. Оған тек өлтіре алмайды, ол әпкесі құтқарып қалады. Осы сәтте сипап атын пышақ ұстағанын естіп, және оның жаңа ғана не бүлдіргелі жатқан әпкесі біліп қалып, оны әзер дегенде тоқтатқан. Осыны екеуі бірігіп өтіріктерін жасырмақ болды. Біз осында тұрдық, біз ештеңе жасаған жоқпыз деп ақталып жатыр. Тіпті мұның өзінің болашақ әйелі болмаған Дуганның қарындастары растайды. Той күні ол шөлмек ішу үшін шөлмек ашатын затты іздеді, және сол кезде свет сөнді. Оның ешқандай кінәсі жоқ деп ағасының алдында ақтап алады. Ал мұнда 25 жыл бұрын Дуганның жас кезі тағы көрсетіледі. Дуганды арнайы осылай байлап ұстаған әкесі, бірақ анасы шыдай алмай Дуганды өз қолымен босатып үйден қашырғаны белгілі болады. Осы сәтте ағасы Синанда Дуганды құшақтап, бір-бірін қимай: енді сен кетсең мен не істеймін, менің қанатым сынатын болды, сен үйден кетсең де біз мәңгілік бауыр болып қаламыз,
еш уақытта кетпеуін көрсеміз деп жатыр. Одан кейін қайтадан жаңа өмір басталады. Ал Бикрамдан ағасынан көмек сұраған Шагала келеді. Аға, Меликті қайтаршы, сенің қолың ұзын, оның қайтаруға көмектесе аласың дейді. Бірақ Бикрам айтқан сөзінен қайтпайды. Маған енді ондай өтініш айтушы болма, Шагала қыз дейді. Сөйтіп қуып жіберген секілді. Бірақ осы кезде ағасының ол қызды ұрлағанын естіп қалады, әрине, адамдардан. Ал мұнда жылап әлі де ешқандай ештеңені мойындамаған Мелик отыр. Меликке әлгі ғашық болған бұл босатпақ болады, бірақ қолынан ештеңе де келмейді. Ал мұнда Бикрам жынырып жатыр. Ол қыздың көзін дереу құртыңдар дейді. Тағы да 25 жыл бұрынғы өмірге кетеді. Бұл жерде Шагаланың әпкесі Макидің жылап тұрғанын көреміз. Мені тастап кетпе, сенің әкең бізді де айырды, енді біз не істейміз дейді. Осы кезден барлығын есіне алып жүрген Маки іштей есіне алса да ештеңені білдіртпеуге тырысады. Жұмыстан шаршап келген екі оттың ортасында қалған Шагала не істерін білмей әпкесіне бар мұңын айтады. Мен екі оттың арасында қалдым. Мен ол қызды құтқарайын ба? Мен барлығын білемін. Оның ағасы маған сене ме? Әлде мен ағамның жағында жүрейін бе? Ағам неге маған өтірік айтты? Кімге сенейін, не істейін дейді. Осы кезде әпкесі оған көмектесіп, сен өзіңнің жүрегіңді тыңда дейді. Содан кейін біз Меликтің тағы да осы Бикрамның адамдарының қолында тұрғанын көрсетеді, және олар әлі де келісе алмай жатады. Бәрінен де Бикрамның көмекшісі оны өлтірмеуге, біреуі өлтіруге қатты асықса, екіншісі өлтірмеуге тырысады. Өйткені біз әйелдерді өлтірмейміз дейді. Содан кейін Бикрам өзі келе жатыр. Мен қазір келемін, сосын барлығына көрсетемін дейді. Осы сәтті пайдаланғандар Шагала мен Дуған Синанның артынан түседі. Өйткені Синан өзінің қарындасын құтқару үшін, яғни қарындасын зорлық құшып алдым, оны шетелге кетіремін деген мақсатпен келеді. Алайда мұнда Бикрам ол нәрсені жасатпайды. Қызды дереу сен өлтіресің деп маңдайына тапанша тағап, дереу істі аяқтап, қыз өз-өзін атып өлгендей қылып көрсету керек деп тапсырма, яғни бұйрық беріп кетеді. Осылай. Ал мұнда ағасына жете алмай келе жатқан Дуған мен Шагала екеуі ағасының ізінен қайда жүріп бара жатқанын барлығын көріп, қызды, яғни Меликтің сол жақта екенін біліп алды. Алайда алдында тағы да кедергілер шықты. Десе де уақытында кино болғаннан кейін кішкене созыңқырап, Меликті әлі өлтірмей, әзер дегенде Мелик тұрған жерді тауып алады. Яғни өте көне, енді басталып жатқан құрылыс алаң екен. Әдеттегідей кино бойынша бұл жерде Дуған барлығымен төбелесіп, соңында Меликке жетеді. Атыс болады, шабыс болады. Солай Шагала мен Дуған Меликті құтқарып алады.